Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, Сымбат ханымның каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен TinyTab сайты арқылы мультимедиалық ойындар ұйымдастыруды үйренеміз. Ол үшін біз алдымен регистрациядан өтуіміз керек. Бұл сайтқа тіркелу арқылы сіз өзіңіздің сабағыңызды интерактивті тақта арқылы ойындар, звуковой эффект немесе басқа да түрлендірулерді қосып сабағыңызды қызықтыра аласыз. Тіркелу процесі үшін біз барлық өзіміз туралы данныйларды жазып тіркелеміз. Тіркеліп болған соң бізде сайттың басты беті ашылады. Осы кезде ойынды создать ету батырмасын басамыз. Содан соң бізде осындай бет ашылады. Бірінші элементтерді таңдау арқылы біз өзіміздің ойынымыздың артындағы фонды таңдаймыз. Міне біздің фонымыздың түсі ауысты, оны өз қалауларыңыз бойынша өзгерте аласыздар. Ендігі кезекте біз шаблон таңдаймыз өзіміздің ойынымыздың түрлі түсті болып тұруы үшін. Таңдадық. Енді біз ойынымыздың қандай тақырыпта болатынын таңдаймыз. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай түрлі тақырыптар, түрлі фигуралар, түстер көрсетілген. Біз түстер тақырыбын аламыз. Содан соң түстер мен фигураларды таңдап шығамыз. Мысалы, оранжевый цветтегі төрт бұрышты деген сияқты. Міне біз осылай 6 түстегі 6 түрлі элементті таңдап алдық. Енді балалар осы түстер мен олардың ағылшынша атауларын бір-бірімен сәйкестендіру керек болады. Сонымен қатар интернеттен іздеп немесе құрылғыдан жүктеп біз түрлі суреттерді енгізе аламыз. Және текстті жазып аламыз. Жазып, сол мысалы оранж болса, төрт бұрыштың жанына апарып орналастырамыз. Мысал ретінде осылай 3 түстің атауын жазып шықтым. Енді біз басқа мүмкіндіктерін қарастырамыз. Біз саундтрек арқылы өзіміз даусымызды жазып, ойынның ішіне қоссақ болады. Және де мозаика істесек болады. Біз мына суреттен өзімізге керек жерлерді қырқып алып, пазл құрастыратын боламыз. Міне мысалы, мына төрт бұрышты қиып аламыз. Оны астыңғы бөлікке орналастырамыз. Сонда балалар оларды орындарына апарып, орындауы керек, тапсырма сондай болады. Тағы да дөңгелекті қырқып аламыз. Міне осылай. Міне бітті. Енді соңында осы батырманы басу арқылы предварительный просмотр, яғни жұмысымыздың нәтижесін көре аламыз. Міне мына жерде элементтерді пазлдың орнына апарып балалар өздері қою керек. Түстеріне қарай және де міне пазл өзінің орындары ерекше болып тұр. Осындай жаңа тақырыпқа байланысты түрлі ойындар ұйымдастырсаңыздар болады. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге пайдасы тиді деген үміттемін.